Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгін барлығымыз жиналып отырмыз. Мына жерде 3 аудан, Талғар ауданы біз ұйымдастырушымыз, сонымен 4 аудан жиналып отырмыз. Қазір авторлық бағдарламамыз облыстық сараптамалық комиссиядан өткеніне байланысты тарату жұмыстарын осы зуммен жасау мақсатында зумды ұйымдастырып отырмыз. Қазір мен мына жерге бағдарламаны көрсетейін. Міне бағдарлама тұр. Осы бағдарлама бойынша қазір әрқайсымыз өзіміздің жеке-жеке авторлық бағдарламамызды таныстыратын боламыз. Бүгінгі біздің вебинардың тақырыбы авторлық бағдарлама білім берудегі жаңа мүмкіндіктер деп аталады. Бұл жерде 4 аудан қосылып отырмыз. 4 аудан, яғни Талғар ауданы, Іле ауданы, Еңбекші Қазақ және Райымбек аудандары қосылып отыр. Қазір осы бағдарлама бойынша рет-ретіменен бірінші Талғар ауданынан бастап бағдарламамызды қорғай берсек. Бірінші жыраулар поэзиясы бойынша Көшімбаева Халида Бағлановна, қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі, педагог зерттеуші, мен өзім қорғайтын боламын авторлық бағдарламамды. Мендегі авторлық бағдарлама жыраулар поэзиясы деп аталады. 9-11 сынып оқушыларына арналған 34 сағатқа жасалынған бір жылдық КТПСымен бірге осы бағдарламаны таныстыратын боламын сіздерге. Енді бағдарламаның мақсатына тоқталып кетейін. Бағдарламаның мақсаты оқушыларды ұлттық құндылықтарды бағалауға, ана тілін, әдебиетін құрметтеуге шақыру, яғни жыраулар поэзиясы арқылы өзіміздің тарихымызға құрметпен қарауға, тарихи тұлғаларымыздың өмірі мен шығармашылығына қызығушылық танытуларына, жыраулар поэзиясының басты тақырыптық және ерекшеліктерін меңгерту болып табылады. Сондай-ақ жыраулар поэзиясының адамгершілік, ерлік пен елдік, ауызбіршілік, тағы басқа гумандық қасиеттерге баулу, сондай-ақ көркем әдебиетке оқушылардың ынта ықыласын ояту, кітап оқуға баулу деген мақсатты алып отырмыз. Енді келесі біздегі бағдарламаның міндеттері 8 міндет алып отырмын бұл жерде. Яғни оқушының жалпы сөз өнеріне деген қызығушылықтарын арттыру, өздігінен білім алуға дағдыландыру, жыраулар поэзиясы арқылы оқушылар арасында жыр мүшәйраларын ұйымдастыру, әдеби тілде көркем әрі шешен сөйлей білуге жаттықтыру, сөздік қорларын молайту, көркем шығармаларды оқуға дағдыландыру, сондай-ақ ғылым мен мәдениетке деген өздерінің көзқарастарын қалыптастыру, поэзия жанры арқылы оқушыларды ақын жандылыққа баулу деген осы 8 мақсатты алып отырмын. Енді бағдарламаның өзектілігіне тоқталып өтсем, әр халықтың өзінің ұлттық сипаты тым әріден бастау алатыны, тарихы мен оның дамуы және қалыптасу ерекшеліктері болады. Сол сияқты қазақ халқының да ұлт ретінде қалыптасып даму тарихы ғалымдар тарапынан зерттеліп көрсетілген. Ал осы қазақ халқының тарихы, мәдениеті, әдебиеті, өнері мен салт дәстүрі ерекше назар аударатын, қай жағынан да алып қарасаң қыр-сыры мол, өте бай мұра екені белгілі. Соның ішіндегі жыраулар поэзиясында бұл күнде ұмыт бола бастаған, немесе мүлде ұмытылған, я болмаса мағынасы өзгерген сөздер мен сөз тіркестерінің кездесуі табиғи заңдылық. Сол сөздердің сырын біліп, қолданылған жердегі мағынасын түсініп, түп төркінін танып отыру осы өзектілігі ретінде бағдарламаны алып отырмын. Келесі
жұмыстың ғылымилық әдістемелік деңгейі, яғни бағдарламада жыраулық дәстүрдің қалыптасуы, даму, оның әдебиеттегі рөлі мен маңызы қарастырылған. Сонымен қатар жыраулар шығармашылығын талдауда тарихи әдеби салыстырмалы зерттеулер, мәтіндік талдаулар, проблемалық оқыту әдістері кеңінен қолданылған. Бағдарламаның әдістемелік құрылымы оқушылардың ерекшеліктерін, әдеби талдау дағдыларының деңгейін ескере отырып жасалынған. Енді жаңашылдық дәрежесіне тоқталып кететін болса, қандай жаңашылдық бар? Жалпы жыраулар поэзиясы атты авторлық бағдарлама қазақ әдебиетінде маңызды кезеңін жүйелі түрде оқытуды көздейтін жаңашыл бағдарлама болып табылады. Қазіргі білім беру жүйесінде жыраулар поэзиясын толыққанды жеке бағыттағы авторлық бағдарламалар сирек кездеседі. Сол себепті әдебиет пәнінде жыраулар шығармашылығына тек шектетіліп, жалпылама түрде ғана берілгендіктен, бұл бағдарлама оқушылардың жыраулық поэзияны тереңірек меңгеруіне мүмкіндік береді. Бағдарламаның жаңашылдығы оның дәстүрі әдеби талдаумен қатар зерттеу әдістерін қолдануында, тарихи және контексті ескере отырып, жыраулардың шығармашылығын жаңашыл жағынан бағытталғандығында көрсетіледі. Енді жалпы бұл бағдарламада не күтеміз? Жыраулар поэзиясын біледі. Жыраулардың поэзиясымен қатар кез келген тақырыпты анықтай алады, идеясын, оның көркемдік ерекшеліктерін, тілдік дағдылары дамиды. Толғауларды, не болмаса жырларды жатқа оқыту нәтижесінде есте сақтау қабілеттері артады, дамиды деп осындай күтілетін нәтижемен бағдарламаны алып отырмыз. Бүгінгі менің айтатын бағдарламам осы. Сұрақтарыңыз бар ма бағдарлама бойынша? Сұрақтарыңыз жоқ болса, келесі Талғар ауданының келесі мұғалімі, ағылшын тілі пәнінің мұғалімі Қойгелова Жанат Армяновна және Жомартова Жазира апайымызға береміз. Жерге аусаңыздар. Қай жерде? Деген қатар. Сіз қосылды. Осымен кіре береді. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен Алматы облысы Талғар қаласы нөмір 2 Сәкен Сейфуллин атындағы жалпы білім беретін орта мектептің ағылшын тілі пәні мұғалімі Қойгелова Жанат Армяновна. Мен өзімнің әріптесім ағылшын тілі пәні мұғалімі Жомартова Жазира Бағдәулетқызы екеуміз бірігіп жазған, яғни облыстық сараптамадан өткен бағдарламамыз мәтінмен жұмыс жасау методологиясы атты бағдарламамызды сіздерге ұсынып отырмыз қазір. Бұл бағдарлама 8-9 сыныптарға арналып жасалынған, әр деңгей бойынша құрастырылған, яғни сол сыныптарға арналған мәтіндер мен мәтіндік тапсырмалар, әртүрлі тақырыпта тапсырмалар берілген, және иллюстрация суреттермен арнайлап берілген мәтіндер ұсынылған бұл бағдарламамызда. Сонымен бірге бұл бағдарлама бұл бағдарлама жалпы оқу бағдарламасына сәйкес негізделіп жасалынған. Бағдарламамыздың басты мақсаты оқушылардың жазба мәтіндерді оқушылардың жазба мәтіндерді түсінуі мен қолдануы, сонымен бірге талдау, және сол мәтінді талдай отырып өз ойларын еркін жеткізу қабілеттерін дамыту жолдары, мәтін барысында ой пікірлерін айта отырып ой толғау жасау, жаңа білім игерудегі әдіс тәсілдерді қолдануы, сонымен бірге әлеуметтік ортаға бейімделу секілді қабілеттерін ашу. Бұл бағдарлама жалпы өзекті ма деген бұл жерде сұрақ туындайды. Әрине біз ойлаймыз, бұл мәтінмен жұмыс жасау
қазіргі таңда өте өзекті деп жаңартылған білім беру мазмұны аясында мәтінмен жұмыс жасау әдістері ерекше мәнге ие. Себебі бүгінгі күнде оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту, мәтінді түсіну, оны және сыни тұрғыда талдау қабілетін қалыптастыру негізгі міндеттердің біріне жатады. Сонымен бірге бұл мәтінмен жұмыс жасай отырып, енді жаңа біз айтып жатырмыз, функционалдық сауаттылықты арттыру, дамыту деп жатырмыз. Яғни бұл оқушылардың алған білімдерін өмірде қолдана білу. Және сол мәтінмен жұмыс жасау барысында бұл қабілетті қолдану үшін мұғалімдерде және оқушыларда тиімді әдіс тәсілдерді пайдалана отырып, осыны іске асыруға болады деп ойлаймыз. Сонымен бірге мәтіндермен жұмыс барысында оқушылардың жекелік қасиеттері мен қабілеттері, пәнге деген қызығушылықтары артатынын байқауға болады. Мәтін арқылы оқушының шығармалық үрдісті меңгеруіне, ойын, тілін дамытуына жағдай жасалады деп айтуға болады. Сонымен бірге тұлғаның өз ойын еркін айтып, жаза білу, сыни тұрғыдан талдай білу дағдысы, алған білімдерін өмірде қолдана білу қабілеттері қалыптастырылады. Жаңа біз айтып жатырмыз, осы біз бағдарламада ұсынылған мәтіндерді және сол жердегі мәтіндік тапсырмаларды іске асыру барысында мұғалім өзінің соны пайдаланар кезде әр дағдыны қалыптастыру барысында сабақта тиімді әдіс, жаңашыл әдіс тәсілдерді пайдалану керек деп жатырмыз. Сонда бұл жақсы тиімді болады деп оқушылар үшін. Және бұл жердегі ең басты бұл оқу дағдысын дамыту, бұл жердегі ең басты күтілетін нәтиже деп білеміз. Жәнегі әдіс тәсілге келетін болсақ, қазір менің әріптесім Жазира Бақдәулетқызы сол мәтінді жүзеге асыру барысында, сонымен жұмыс жасау барысында қандай әдіс тәсілдерді пайдалануымызға болады, соны ары қарай Жазира Бақдәулетқызы жалғастырады. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Енді мен ары өзімнің әріптесім Тегерова Жанат Әлиқызын ары қарай жалғастырайын, толықтырып. Енді біздің авторлық жұмысымыз оқу бағдарламасына негізделе үлгілік бағдарлама деген сабақтасын ескере отырып құрастырылған. Авторлық бағдарламадағы мәтіндермен әртүрлі жұмыс жасай отырып, оқушыларға ағылшын тілін тереңірек үйретіп қана қоймай, сонымен қатар олардың сыни тұрғыдан ойлау дағдыларын қалыптастырып, сөздік қорын көбейтіп және жазу дағдыларын жақсарта аламыз. Және де мәтіндер жаңартылған білім беру мазмұнына сай, отансүйгіштікке, азаматтық жауапкершілікке, сыйластық пен ынтымақтастыққа тәрбиелейді. Мәтінмен жұмыс жасау барысында оқушылардың тіл үйренуге деген қызығушылықтарын арттыру мақсатында әртүрлі әдіс тәсілдер қолданылады. Мысалы, мәтінді үшінші жақта емес, мәтіндегі бір кейіпкердің атынан баяндап бер, немесе мәтінді теледидар жаңалығы ретінде баянда, мәтіннің алғашқы және соңғы сөйлемдерін оқып, мәтін не туралы болуы мүмкін екендігін болжа, мәтіннен білгім келетін екі сұраққа жауап таба аламын ба деген мақсатта оқушылар өздері екі сұрақ қояды және мәтінді оқып болғаннан кейін сол сұрақтарына жауап таба алды ма, таба алмады ма, соны тексереді. Сонымен қатар мәтіндегі сандарды, атауларды теріп жазып, бұл деректердің мәтінмен байланысын айту керек. Және де дайын сұрақтарға жауап қояды. Шартты сөйлемдерді пысықтауға арналған сұрақтар қою. Мысалы, не болуы мүмкін? Егер сен сол кейіпкердің орнында болсаң, не істеген болар едің? Оқиға басқаша дамығанда не болатынын болжауға тырыс деген сияқты әртүрлі қызықты тапсырмалармен берілген бұл мәтіндер. Сонымен қатар осы мәтіндер жасаған біздің авторлық бағдарламамыз өздігінен тіл үйренушілерге де жақсы құрал болып табылады деп есептейміз. Қысқаша мәтіндегі берілген қызықты мәтінмен жұмыс жасау барысындағы қызықты әдіс тәсілдеріміз осылай. Бұдан да көп әртүрлі әдіс тәсілдер арқылы біздің методологиялық бағдарламамыз құрастырылған. Рахмет тыңдағандарыңызға.
Жақсы, осыменен Талғар ауданының 2 авторлық бағдарламасы қорғалды. Соңғы бағдарлама қалды. Қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімдері Долкулова Мирагүл, Таубалдиевна және Исаева Насихат Рамазановна. Қазір Исаева Насихат Рамазановна сізге сөз беріледі. Сіз слайдты сіз шығарасыз ғой, баста сөйлейсіз ғой. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Сіздерге осы авторлық бағдарлама қорғауда сәттілік тілеймін барлығыңызға. Біздің авторлық бағдарламамыздың тақырыбы жазу сауаттылығын арттыру, облыстық деңгейде қорғалған, енді аудан көлемінде таратылып жатыр. Біздің авторлық бағдарлама менің әріптесім Долкулова Мирагүл Таубалдықызы және Исаева Насихат Рамазанқызы, екеуміз де қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғаліміміз. Қазіргі таңда енді тақырып жалпы өзекті деп ойлаймын. Жазылым сауаттылығын арттыру. Себебі өздеріңізде қай пән мұғалімі болсаңыздар да, сіздерге белгілі қазіргі балалардың сауаттылығы, оқу кезінде де, жазу кезінде де, әсіресе жазылым сауаттылығы өте жаңағы адамды ой салатын, алаңдататын жағдай. Сондықтан да біздің бұл авторлық бағдарламамыз осы жағдайға арналған. 34 сағат берілген, 34 сағаттың ішінде әрбір баланың жазу деңгейін және ойлау шеберлігін ең кішкентай әңгімеден бастап эссеге дейін осы этаппен жақсы жасап көрсетілген. Бұл авторлық бағдарламаның негізгі мақсаты эссе жазуға дағдыландыру арқылы білім алушылардың жазу сауаттылығын, шығармашылық қабілеттерін, өзіндік көзқарасын, сыни ойлауын қалыптастырады. Ал жалпы міндеті бағдарламаның жазу сауаттылығын қалыптастыру, шығармашылық әлеуетін арттыру, өзіндік сыни көзқарасын қалыптастыру, оқушының жалпы эссе жазу барысында сыни ойлауын қалыптастыру, жалпы сөздік қорын арттыру, сөйлеу тілін көркемдік деңгейге жеткізу. Енді жалпы бұл авторлық бағдарламада жазбаша тіл сауаттылық дамытуға бағытталған, оқушылардың жазу сауаттылығын жетілдіріп, олардың орфографиялық және пунктуациялық стильдік ерекшеліктерін дұрыс қолдануды қамтамасыз етеді. Жалпы бұл бағдарламада. Енді авторлық бағдарламаның ерекшелігі оқушылардың жазу мәдениетін. Енді қазір жазу бар, одан кейін логикалық ойлау деген дүние бар, иә? Сол логикалық ойлау дағдыларын қалыптастырады. Және де тіл байлығын дамытады, өз ойларын еркін жеткізуге жетелейді, үйретеді. Бағдарламада 34 практикалық сағат бар. 34 практикалық сағаттың әрбір сабақта әртүрлі деңгейде оқушылардың қажеттілігін ескере отырып, оқушылардың жазу дағдыларын жақсарту үшін практикалық тапсырмалар берілген. Шығармашылық жұмыстар берілген және тесттер берілген бағдарламада. Осы бағдарлама арқылы оқушылар жазу дағдыларын ғана емес, сонымен қатар жалпы сауаттылық деңгейін арттырады. Соның ішінде ойлау қабілетін, талдау жасау дағдыларын дамытады. Енді жалпы осы жерде енді негізгі жетелеп алып келетін дүние жаңағы мәтін құрастыру, әңгіме құрастыру, ары қарата оқушының логикалық қабілетін дамыту. Осының барлығы неге алып келеді? Эссе жазуға алып келеді. Эссе дегеніміздің өзі қазіргі кезде бұл ең біздің басты мәселеміз. 9-шы сыныпта да бітірген кезде және 11-ші сыныпта да оқушыларымыз қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен эссе жазады. Және сонымен бірге мысалы оқуға түскен кезде де осы оқуды не үшін таңдадың, не себепті таңдадың деген сияқты оқушының ой пікірін, көзқарасын дамыту мақсатында эссе жазылады. Сондықтан да эссе бұл қазіргі кездегі өзекті нәрсе деп ойлаймын. Сондықтан да эссе дегеніміз не?
эссе жанры бізге не береді? Жалпы шығармамен оқушылар эссе жазып жатқан кезде шығармамен көп шатастырады. Шығарма екеуін, мысалы, эссе деп шығарма жазып қоятын оқушылар бар. Сондықтан да бұл бағдарламада эссе дегеніміз не, шығарма дегеніміз не, екеуінің айырмашылығы қандай? Шығарма қалай жазылады, эссе қалай жазылады? Осы нәрсе өте ашық, айқын, жақсы көрсете біледі. Мысалы, Абай туралы шығарма жазатын болсақ, Абайдың өмірі, шығармашылығы, мысалы, еңбектері кеңірек талданады, иә. Мысалы, өлеңдері талданып, өлеңдеріне мысалдар келтіреді. Абайдың осы қара сөздерінен, поэмаларын, жалпы оқушыға осы шығармада осының барлығы оқушы өзінің атынан талдайды. Ал эсседе олай емес. Эсседе Абайдың ақын екенін, Абайдың ұлы жазушы екенін қара сөздер арқылы, поэмалар арқылы біз оны білеміз, оқушы да біледі. Енді бізде эсседе оқушы не көрсетеді? Эсседе жалпы ең бірінші эссенің құрылымын оқушы меңгеру керек. Себебі құрылымы неден тұратынын оқушы осыны меңгеру керек. Одан кейін, мысалы, кіріспе бөлім, негізгі бөлім, қорытынды бөлім. Осы құрылымын жақсылап оқушыға осы бағдарлама арқылы меңгертуге болады. Және оқушы кіріспені қалай бастайды? Оқушы кіріспені қалай бастайды? Бұл жерде Абайдың ұлы жазушы екенін, ұлы ақын екенін, оның қандай шығармалары бар екенін айтуға ешкім қазір таңғалмайды. Сондықтан да оқушы эссе дегеніміз оқушының өзіндік көзқарасын, сыни көзқарасын білдіретін өзіндік жұмысы, ол өзіндік шығармашылығы. Сондықтан да оқушы бұл жерде Абайдың өмірі, шығармашылығын, мысалы, өзі Абайға қалай келді, өзі кім деп таниды, өзіндік оның көзқарасы қандай Абайға деген, соны көрсетеді. Кіріспе бөлімде. Кіріспе бөлімнің жалпы бұл жерде 3-4 қана сөйлемнен беріп, тезис арқылы арғата негізгі бөлімге түседі. Негізгі бөлімде аргументтерді келтіре отырып, одан кейін қорытынды бөлімде жаңа ой бастамай, осы жаңағы эссені өзінің болашаққа деген көзқарасын, сыни көзқарасын, шығармада эсседе келтірілген дүниелерді ғана басшылыққа алып, өзінің ойымен әдемілеп қорыта біледі. Міне бағдарламада, жалпы бағдарламаның ішінде осы эссеге кеңінен тоқтала отырып, оқушының жақсы өзіндік көзқарасын, сыни көзқарасын білдіретін жақсы эссе жазып шығуына жетелейтін мықты бағдарлама деп айта аламыз. Жалпы енді бұл жерде айтатын дүние енді бар, сондықтан уақыттың тығыздығына байланысты мен жалпылама авторлық бағдарлама туралы осылай айтуды ұйғардым. Назарларыңызға рахмет. Жақсы, рахмет. Енді бізде Талғар ауданынан 3 жұмыс қорғалды. Енді Іле ауданына кезекті берсек, Қаржаубаев Мейрамбек Сейітович. Сіздерге слайд жіберіп қойып едім, сәлеметсіздер. Мейрамбек деген. Міне Қаржаубаев. Іле ауданында тұр. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, Халида Бағланқызы, Жанат апай, сіздерге осындай кереметті вебинар ұйымдастырып жатқандарыңызға мың алғыс. Біздің ауданды қонаққа шақырып, өзіміздің мықты авторлық жұмыстарымызды таныстыруға, таратуға үлкен мүмкіндік бергендеріңіз үшін сіздерге мың алғыс. Так, менің естіліп тұр ма? Естіліп тұр, айта беріңіз. Қаржаубаев Мейрамбек Сейітұлы, осы авторлық бағдарламаның тақырыбы ағылшын тілі пәні бойынша қорытынды аттестацияға дайындық жиынтығы 9 сынып. Яғни бұл жерде менікі сіздердікі сияқты элективті немесе қолданбалы курс емес, менікі кәдімгі әдістемелік оқу құралы. Так, мен авторлық бағдарламалы рецензия алынған, осы 2-ші мектеп Сәкен Сейфуллин атындағы Жанат апайдан және Жетісу облысында Көксу ауданынан Нұрболда Алдаберген атындағы орта мектептен рецензия және пікірлер алынған және университеттен рецензия алынған. Бағдарлама негізінен 7 бөлімнен тұрады. Түсінік хат,
тұрақтандыру бөлімі, нормативтік бөлім, ақпараттық әдістемелік бөлім, оқытуды ұйымдастыруға арналған әдістемелік нұсқаулар, мұғалім мен оқушыларға арналған қолданылған әдебиеттер және қосымшалар. Так, негізгі мақсаты курстың мәтінге байланысты тапсырмалар мен грамматикалық тапсырмаларды байланыстыру, оқушылардың сөздік қоры мен ойлау қабілеттерін арттыру, мәтінмен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастырып, сөз қорын артып, тілдік сауаттылығын арттыру. Яғни бұл авторлық бағдарламаны жазуда басты мақсатым осы біздің Алматы облысында осы 9-шы сыныптарға арналған осындай әдістемелік құралдың жоқтығы болды. Жылда оқушылар 9-шы сынып бітірген кезде осы емтихан тапсыратын кезде материалдардың жиынтығы жоқ, әр жерден сұрап, бір-екі мәтіннен ғана дайындалып жүрді. Сондықтан да менде ой туындады, неге осындай құрамда үлкен көлемде мәтіндерді құрастырып, мұғалімдерге қолайлы етіп жасамасқа. Бұл менің авторлық бағдарламамның ерекшелігі, жаңалығы сол. Бұндай авторлық бағдарлама облыс көлемінде жоқ. Және мен 2020 жылдан бастап дәл осы тақырыпта курсымды өтіп, толықтай құқығым бар деп ойлаймын, осы тақырыпты жазып, өз іс тәжірибеммен бөлісуге. Және бұл авторлық бағдарламам облыстағы үздік авторлық бағдарлама бойынша 3-түкке кірді, және Алтынсаринға өткен болатын облыс атынан, және республикалық үздік авторлық бағдарламада нәтиже беріп, сертификатпен қайтқан болатынмын. Енді көп сөйлемей қояйын, бұл авторлық бағдарламаның негізі өздеріңіз білетін 9-шы сыныптарға арналған емтиханға дайындық материалдарын бәрін топтастыру, нақты не беру, бағыт беру, бірнеше мына жерде сіздерге қысқаша көрсеттім. Негізі бұл жерде авторлық бағдарламада өте ауқымды мәтіндер бар, және үнемі қайталанып отырады тапсырмалар. Балалар жаңағы автоматизма дейді ғой, автомат түрде емтихан материалдарын түсінбейінше үнемі қайталанып отырылады. Және әрбір тапсырманың жанында спецификациясы берілген, қандай мақсатпен жұмыс істеу керек, А блокта қандай тапсырмалар, Б блокта қандай тапсырмалар, және С блокта қандай тапсырмалар. Өте ұтымды жасалынған авторлық бағдарлама деп ойлаймын. Және осы авторлық бағдарлама қандай нәтижеге қол жетті дейтін болсақ, астында қарап отырсаңыздар, проценттерінде слайд көрсетіп жіберсеңіз, міне оқу сапасында емтиханның нәтижесі 100%-ға білім сапасы көтерілген болады. Осы уақытқа дейін бұл тапсырмаларды мен тек аудан көлемінде ғана материалдар таратып жүретім. Қазір арнайы орталықтан айызбен алынған, кәдімгідей толық республика көлемінде, облыс көлемінде таратуға құқығым бар. Бұл авторлық бағдарлама таза өзімнің туындым, еш жерден сатып алынбаған, еш жерге қолданылмаған әлі, таза өзімнің авторлық жұмысым. Осында 100% сапаға жеткен нәтижеміз бар. Сұрақ болса? Рахмет, сұрақтарыңыз бар ма қоятын? Сұрақ жоқ болса, Мейрамбек ағай, аяқтадыңыз ғой.